Сәлеметсіздер ме? Менің атым Рахимов Ертай, және бүгінгі видео сабақта біз скретчті үйренуді жалғастырамыз. Және бүгінгі сабақтың тақырыбы боулинг ойыны. Боулинг ойынын жасау үшін ең алдымен біздің басты кейіпкерімізді, мысығымызды кетіруіміз керек, жоюымыз керек. Ол үшін тышқанның оң жақ батырмасын басып, жою дегенді басайық. Мысықтың орнына біз допты таңдаймыз, яғни біздің боулинг үшін бізге доп қажет болады. Одан кейін көрініске басайық. Сосын жаңа фон салу дегенді басайық. Мына жерге біз қазір фонды өзіміз саламыз. Бірінші сызық дегенді таңдайық. Одан кейін екі мынандай қисық сызық салайық. Одан кейін біз фонымызды бір түске бояйық. Бояудың бізде 4 түсі бар. Міне. Түспен толтыру деген. Біз алдымен қызылды таңдаймыз. Одан кейін мына ақтың орнына сарыны таңдайық. Және мына жерде біз бояудың, яғни толтырудың 4 түрі бар екенін байқаймыз. Олардың түрі мынандай ауысуға байланысты, яғни жоғарыдан төменге, солдан оңға және центрден шеттеріне қарай. Біздің жолымызды мысалы жасыл мен қызыл десек, мынандай жолды жасаймыз. Енді бізге боулинг ойыны үшін кеглдер керек. Оны да біз суретін саламыз. Кегл салу үшін біз ақ түсті таңдайық. Сосын мұнда шеңбердің 2 түрі бар. Іші боялған және іші бос. Бізге іші боялғаны керек. Одан кейін бір шеңбер саламыз. Оның астына эллипс саламыз. Одан кейін бізде экранда мынандай кегл шығады. Біздің боулингіміз, біздің добымыз сол жақ және оң жақ батырмаға басқан кезде оңға солға қарай жылжу керек. Ал пробел батырмасын басқан кезде ол жоғары қарай, яғни кеглге қарай жылжып бастау керек. Ол үшін біз бірінші допқа 2 рет басайық және бағдарламасын жазып бастайық. Көптеген бағдарламамыз осы жалаушыға басқан кезде деген блоктан басталады, сондықтан осыны алайық. Оның ішіне шексіз функцияны циклды алайық, әрқашан деген. Оның ішіне шарт қосайық. Егер оң жақ батырмасы басылса, оң жаққа жылжысын деген. Ол үшін сенсорлардан біз ғарыш батырмасы басылған ба деген блокты алып, оны оңға нұсқарына ауыстырайық. Егер біз оң жаққа басатын болсақ, біздің добымыз горизонталь өсі, яғни X өсі бойынша оңға жылжу керек. Оң жаққа қарай оң қадам, яғни X бойынша оңға өзгереді. Енді мынаның копиясын, көшірмесін жасайық. Оң жақ басына басамыз, көшірмесін жасау. Астына қосамыз. Бірақ мына жерде солға деп өзгертейік, және X бойынша ол теріс мәнге жылжуы керек, яғни сол жаққа. Енді тексеріп көрейік. Жалаушыға басамыз. Одан кейін стрелкаларға басып тексеріп көреміз. Добымыз жылжып жатыр. Қазір біздің добымыз оң жаққа қарай қарап тұр. Оны қалай тексереміз? Мына I деген батырмаға басайық. Мына жерде біз көріп тұрмыз, біздің бағытымыз оң жаққа қарай қарап тұр. Бірақ добымыз жоғары қарай қарап тұру керек. Ол үшін біз қозғалыс блогының ішінде, бөлімнің ішінде жоғарыдан сағанда 4-ші блокты алып, ең жоғарыға қосайық. Мына жерде біз жоғары деген таңдайық, 0 деген. Одан кейін қосымша тағы бір шарт қосайық. Егер қайтадан сенсорлардың ішіне ғарыш батырмасы басылған ба деген шартты қосайық. Яғни пробел батырмасын басқан кезде бізде цикл басталу керек. Яғни белгілі бір оқиғаға дейін қайталану. Біздің добымыз жоғары қарай жылжу керек, ол біздің шетімізге тигенге дейін. Сондықтан біз сенсорлар бөлімінің ішіне ең жоғарыдағы блокты аламыз. Және мына шарттың орнына қоямыз. Ол мына
стрелкаға басып шет деген таңдайық. Яғни шетке дейін тигенге дейін ол қайталану керек. Алға қарай жылжу керек. Енді қазір біздің добымызды алайық және экранның төменгі жағына, ортасына шамамен былай көздеп қояйық. Одан кейін қозғалыс блогында X, Y нүктесіне өту дегенді алайық және мына жерге қосайық. Ол не үшін керек? Ол біздің добымыз жоғары қарай жылжып бастайды. Шетті тиген бойда ол қайтып орнына келу керек. Сондықтан біз мына блокты қолданамыз. Тексеріп көрейік. Біздер оңға солға жылжимыз. Пробелге басқан кезде добымыз жоғары қарай жылжып бастайды. Мінекей. Енді біздің добымыз кегліға тиген кезде біздің кегліміз ол жойылмау керек, ол тек жасырынып қалу керек. Ол үшін біз кодты жазайық. Оқиғаларға кіреміз. Басқару. Біз шексіз циклды аламыз, оның ішіне шартты қоямыз. Егер біздің кегліміз добымызға тиетін болса, сенсорлардың ішінде, ең жоғарында, мынаның ішінде біздің добымыздың аты бол деп тұр. Сондықтан мына жерде біз бол дегенді таңдайық. Яғни егер біздің кегліміз болға тиетін болса, ол жасырынып қалу керек. Ал егер біздер ойынды қайтадан бастасақ, яғни жалаушыға бассақ, ол қайтадан көрсетілу керек. Енді мына кеглімізді кішкене кішірейтейік және оның бірнеше көшірмесін істейік. Шынайы боулинг сияқты кішкене олардың санын көбейтейік. Артта 4, олардың алдында 3. Көшірмесін жасау. Сосын ең алдында біреу тұрсын. Мынандай 3 бұрыш шығу керек. Және соңғы кегліні ең алдына қойып. Ал тексеріп көрейік. Жалаушаға басамыз. Добымызды шамалап ортасына қояйық. Сосын пробелді басайық. Міне, сосын оң жақта кішкене қалды. Соңғысы сол жақта. Міне, біз мындай ойын жасадық. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.